Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін үй жағдайында майонез жасау рецептісімен бөлісемін. Өте керемет, жылдам дайын болады. Ол үшін шұңғыр ыдысқа бір жұмыртқаны салып, үстіне жарты шай қасық тұз, бір шай қасық шекер, бір шай қасық яблочный уксус. Яблочный уксус болмаса 9% уксус жарай береді. Сосын бір шай қасық горчица, 200 грамм сұйық май. Бәрін құйып, блендермен жақсылап араластырамын. Енді блендерімді тура жұмыртқаның үстіне қоямын да, пока майонез пайда болғанша блендерді қимылдатпаймыз. Кішкене майонез пайда болғаннан кейін ақырындап қимылдатып араластырамыз. Енді бұл жерге қалауыңыз бойынша кішкене чеснок қосып жіберсеңіз болады. Лимон соғын қосып жіберсеңіз болады. Өте дәмді болады. Енді майонезіңіз қою болғанын қаласаңыз, майын шамалы көбірек қойыңыз. Ал егер сұйық болғанын қаласаңыз, кішкене су қосып жіберсеңіз болады. Неге қыздар, мен майонезім дайын болды, өте керемет. Үй жағдайында осылай 1-2 минуттың ішінде майонез дайындап қоюға болады. Мінеки, менікі сұйық та болған жоқ, қою да болған жоқ, орташа қоюлығы. Осылай жасап көріңіздер, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз. Менің каналымда болғаныңыз үшін, менімен бірге болғаныңыз үшін көп рахмет. Сау саламатта болыңыз.